Мәссаған, Тимур, не істеп жүрсің? Сәлем достар, сендерге Әсем ұстаздың финалға дайындаған арнайы тапсырмаларын алып келдім. Мә, достар, мынаның ішіндегі тапсырмалар тым көп қой. Жарайды, бүгінге жеткілікті. Енді барып демала берейік. Кездескенше. Сау болыңдар. Тапсырмаларды қалай орындайды екен? Тапсырмаларды екі командаға бөлініп орындайық та. Онда біз Сергей екеуміз болайық. Ал біз Диас екеуміз бір команда болайық. Айқанаттық әлем, жалды сәлем. Бүгін болатын сендермен, Қонақбай Серік, ол мен. Дәл қазір біз вокзалда 1000 баланың 1/4 бөлігін құрайтын Түркістан облысын қарсы алуға келдік. Ендеше таяқ жерге тасталды, финалдың екінші күні басталды. Ең алғашқы 3-ші турға өткен кездегі сезім, ол өте керемет сезім болды. Бұл сезімде менің ойыма тек Айқанаттан грант алу ғана емес, әрі қарай қалған 6-7 күнде мен жаңа достар тауып қана қоймай, күшті сезім алам деп ойлаймын. Кеше біз таныстық, алғашқы әсерлерімізбен бөлістік. Ал бүгіннен бастап негізгі тапсырмаларға өте берейік. Қораптағы сынақтар сендерді күтуде. Бір-бірімізге қарай бергенше тапсырманы қарайық. Пир-ту-пирмен дайындықтың сырын білу. Дина, кеттік. Дина, Ай мен Диас енді бізге қарсылас, бірақ жау емес. Енді қарсыластық бар жерде сапа бар дегендей бізге мықтырақ болу керек. Мен дұрыс айтасың. Бірақ тапсырмаларды не істейміз? Бізге пир-ту-пир туралы көп білетін адам керек қой. Сол да сөз болып па? Менің Фердоси деген досым бар. Ол ақпан және сәуір айының үздік тьютері. Ендеше соны шақырмадық па? Оу, қалайсыңдар? Онша емес. Фердоси, бізге сенің көмегің керек. Сенің пир-ту-пир сабағыңа біз қатыссақ деп едік. Ендеше кеттік. Бізге Дина мен Серіктен қарағанда көп ұпай жинау үшін пир-ту-пир жайлы қызықты ақпараттар жинау қажет. Диас, сен мені тыңдап тұрсың ба? Иә, сабаққа кірікші. Мен бізге көмектесе алатын адамды білетін секілдімін. Диас, кеттік. Ау, не болды? Сен сабағына қатысақ болады ма? Иә, келін. Екі ай қатарынан үздік болған тьютордың оқушысы болу қандай сезім? Мен өте қуаныштымын. Ең бірінші осы финалға келгеніме, екінші осы Рамазан ағайдың сабағында отқаныма өте қуаныштымын. Рамазан ағай сабақты өте керемет түсіндіреді, өте түсінікті, сабақ қызықты өтуде. 2 ай үздік тьютор болған кезде сенің сезімің қандай болды? Әрине өте қуанышты болды, себебі оқушым да өзім де бокс алған кезде бұл еңбектің ақталған деп білдім. Одан кейінгі айларда менде бокс алған оқушы саны арта бастады, және де сол кезде білдім, что дисциплина бұл нәтижеге жеткізетін ең басты кілт екенін. Алдағы 2026 жылғы финалистерге не тілейміз? Сәттілік. Оған қоса бүгін 1000-ға жуық оқушы пир-ту-пир бағдарламасы аясындағы дайындық кезеңін аяқтады. Сену қиын, бірақ бар болған 2 күннің ішінде 54 тьютор финалистерге 408 сағаттық пир-ту-пир сабақтарын өткізді. Бұл уақытта аудиторияларда жүздеген сұрақ қойылып, мыңдаған жаңа идея талқыланды. Күн бойғы сабақтардан кейін балалар спорт алаңына жиналды. Мұнда жеңіс пен жеңіліс маңызды емес. Бастысы жаңа достар табу. Бірнеше күн бұрын бір-бірін танымай келген қатысушылар қазір ортақ тіл тауып үлгерді. Финалдың ең үлкен құндылықтарының бірі де осы. Ал кештің ең қызық сәттерінің бірі спорт алаңында болды. Азамат ұстаздың балаларға турник бойынша шағын челлендж жариялағаны көпшіліктің назарын өзіне аударды. Бұл жолы қатысушылар өздерін тек білімде ғана емес, спортта да мықты екенін дәлелдеп берді. Айқанат бұл үлкен бір отбасы. Достар, тапсырманы орындадыңдар ма? Иә. Жауабы қандай екен? Онда мен бастайын. Пир-ту-пирмен дайындықтың сыры ол тьюторлардың өз тәжірибесімен бөлісіп, оқушылармен тығыз қарым-қатынаста болуы. Ал енді мен айтайын. Дайындықтың сыры пир-ту-пирдағы дисциплина мен қордың бізге берген мүмкіндігі дейді. Жарайсыңдар. Тапсырма оңай болған сияқты ғой. Ертең кездескенше. Кет!